Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге менің есімім Болат Жаниязов. Ұлыбританияның Лидстен қаласында тұрып жатқан азаматпын. Бүгінгі видеоның тақырыбы Ұлыбританиядағы медицина. Әрбір Ұлыбританияға келген азамат міндетті түрде Ұлыбританияның медицинасына жүгінеді. Қалай десеңіздер де бәрібір біраз уақыттан кейін сіздерге қажетті болады. Сонымен әрбір келуші азаматқа NHS деген бағдарлама бойынша адам басына визадан басқа NHS деген денсаулық сақтауға ақша төлейсіз. Ол міндетті төлем болады. Бір жылға мөлшер шамасы 800-900 фунт болады. Ол бағдарлама бойынша сіз келгеннен кейін өзіңіздің жергілікті мекен-жайыңыз бойынша жақын арадағы клиниканы табасыз, сол клиникаға сіз тіркелесіз. Ол жерде сіздің өзіңіздің жеке докторыңыз болады. Жеке доктор деген кезде қандай да бір денсаулығыңызға байланысты ақаулар болатын болса, бір жеріңіз ауырып сырқаттайтын болса, сіз соған хабарласасыз. Содан кейін барып сізге хабарлама келеді. Егер сіз бір ауру болса, қанша да тұмау ауыртпасаңыз да, сол дәрігерге барсаңыз, ол сізге аппоймент жасайды. Аппоймент деген онлайн тіркелу. Сіз онлайн тіркелу бойынша тек қана сол медициналық көмекке жүгіне аласыздар. Ойлаңыздар, мен 2 февраль күні аппоймент жасағанмын, бүгін 6 мамыр соған жаңа келіп отырмын.